дара тұлға Мұқағали Мақатаев шаттанып шалқыған сәттерін, наразы боп налыған сәттерінде ұрпағына арыз жазып кеткен екен. Тыңдап көрейікші Ақиық ақын арызында не деген екен. Бүгін менің туған күнім ойпалай. Мына адамдар не істеп жатыр тойламай, банкет жасап берер едім өзім-ақ, тәңірімнің жарытпай-ақ қойған-ай. Мына дүние неге жатыр үндемей, алаулатып тойдың шоғын үрлемей, құшақ-құшақ гүл шоқтарын лақтырып, мынау шапан, мынау атың міндемей. Мына жұртқа жақпадым ба әлденем, босқа өмір сүргенім бе әлдемен, халқым сенің қасиетіңді білем деп, босқа өмір өтті мекен әуремен. Қайырлы күн. Қара өлеңнің құлагеріне айналған, Мұқағали Мақатаевтың туған күніне арналған Аққудың қанатына жазылған жыр атты кешімізге қош келдіңіздер. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған даратылғам, деп жырлап кеткен даратылға. Қара өлеңін құлан жетпес жергі, Мұқағалидың өлеңі поэзияның мұзбалақ шыңы. Туған жерін ұланымын Қарасаз деп аталатын ауылдың туған жылын 1931 құрдасымын Шәмілдің жынысың кім? Еркекпін ғой және дағы тәуірмін. Партияда барсың ба? Жоқпын. Шыққан тегін шаруамын, партиліктен бағалуны санаймын. Білімінше орташа ғой, алайда өзім жоғарыға балаймын. Ана тілін қазақша ғой, қысылғанда орысшада немісше де тағы бар. Қайда істедің? Мынау еңбек кітапшамнан танып ал, оқымаған дипломсыз демесең, бір басынан бар мамандық табылар. Міндеттісің бе әскерге? Міндеттімін, біздің әлі жас кеуде. Ұлымын ғой жауынгердің жанын қиған Мәскеуге. Сөгіс алып көрдің бе? Ол жағынан періштедім де алмаймын мен мүлде. Ойлы қырлы болады ғой бұл өмірде мүлт кету. Ол өзі енсіз ғой ездің әрі ердің де. Шетелдерде болдың ба? Болғам жоқ, олар маған тұрғанда жоқ қол бұлғап. Қалсам болды, өлсем болды жайыммен, осы отырған орнында. Мекен жайым жер менің, жерде жүрген ақын дейтін пендемін. Қалам, қағаз, уақыт бер тек аздаған, бұл өмірді жырлау үшін келгенмін. Ғасыр ауысар тұста Қазақстан жазушылар одағының шешімімен Мұқағали Мақатаев ғасыр ақыны атанды. Өлеңдерім жай болып атылғанда аспаннан оқылғанда. Иә, айна қатесіз дәл солай болды. Жырының жай болып атылғаны да, аспаннан оқылғаны да бүгінгі күннің ақиқаты. Сіздердің алдарыңызда 9-шы класс оқушылары Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқиды. Қабыл алыңыздар. Қазақ жері бай киелі еткен жер, батырлар түгіліп өткен жер, тұлғалар түгіліп өткен жер, ғашықтар бір-бірін өткен жер, бас ет естемей топырақ, тағзым жасамай өткен жер. Мына өлке малаймақ бұл маңда, құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құндарға, тағзым жасаймын қырларға, шүкіршілік етемін қашанда осы бір отанда тұрғанға. Көшеде мен жолымды берейін өт қарағым, несін күттің, несіне көп қарадың, анасының бергенін саған берген, әруағынан айналдым тек тананың. Жалғанай, жарасымдау ізеттеген, елген біз өтпенен, сіз өтпенен, қасиетін халқының сыйламайды, атасының дәстүрін күзетпеген. Секте жаңа өмір, жаңа заман, жақсы ғой бірін-бірі бағалаған, түйсіксіз тайлақтардан сақта Құдай, тайрандап алдартына қарамаған. Қарағым, ата-бабаң момын халық, өтіпті бірін-бірін жолын бағып, өсиетін бабаңның орындай сал, одан ешкім кетпейді тоныңды алып. Мен жолымды берейін өт қарағым, несін күттің, несіне көп қарадың, қор болмассың құлыны тек тананың, жолын алсаң өзіңдей тек тағаның.
сөзінде Нұрғиса Тілендиевтің әнінде жазылған Саржайлау әнінен Жомарт Қасымбат пен Жұмағұлова Дарияны шақырамыз. Қазірде Мұқағалидың аты аталмайтын бір күн жоқ. Жазылар естеліктері мен туралы деп дөп басып айтқанындай, мәңгілік елдің ұландары Мұқағалидың мұраларын бой тұмарындай сақтап, қадір тұтып ұранына айналдырды. Мұқағали поэзиясын шетелдерде оқып, сөздің сырын, сөздің құнын, сөздің құдіретін ұғындыратын қуатты күш барын мойындады. Өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген тулайды қайшылықта. Ақын болсаң жарқыным алысқаттан, күнделікті тірлікке бой суытпа.
Мұқағали поэзиясының шын сұлулығын ұғындыратын өлеңдері мен өлең жолдарына жазылған әсем әндерін үлкен қошеметпен тыңдайық. Сіздердің алдарыңызда 9-шы класс оқушылары. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телемегем. Ақ кимешек киген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өңі түсі өзіңнен бір аумайды, немересін етпесе жүре алмайды. Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі, көзіме оттай болып алаулайды. Аппақтығы ұқсайды әрініңде, әжіміңде аумайды тәліміңде. Әлемдегі әженің бәрі білме, әже сен тірекенсің әлі күнге. Қия өтпейді, ұқсайды ізетіңде, ізетсізді бұлар әлі түзетуде. Бұларда бабасынан алып қалған өз жұртының дәстүрін күзетуде. Әже, сен бірге жүрсің меніменен, өліге мен өзіңді телемегем. Ақ кимешек көрінсе сені көрем, ақ кимешек жоғалса мені көрем. Мұқағали Мақатаев, көзің нұрсыз дейсің сен. Содан бері шынымен жыламадым, сүріндім ғой, қойшоны қыламадым. Көзің нұрсыз дейсің сен, әлде әзілің, әлде шыныңмен ақ сынағаның. Оның рас, несіне қынжыламын. Нұрсыз көздің көрсеңші тұнжырауын, жанарымның жартысы ағып кеткен, себебі бір-ақ рет шынжыладым. Аттанда кем жаутуын құлатуға, қуат берсін, жетсін бір мұратына. Желе жортып артынан ілестім мен, қонып алып әкемнің құлатына. Ақпан еді бір өпкен үскірігін, шырылдатып бұрқасын ысқырығын. Ес білгелі ең алғаш жылағаным, кешіргейсің есіме түсті бүгін. Жылайын деп, онда мен жыламадым, шыдамадым, қайтейін шыдамадым. Алпамыздай әкемді өкіріп кеп, көріп қалдым шанадан құлағанын. Озамдағы тұңғышы шөлдегені, маңдайынан искеп бір көрмеп еді. Өзі өкіріп кеп, аймалап жылап жатыр, түк көтеріп қойды да жерге мені. Өзі күйреп жатқанда шаңырағым, шыныменен сонда мен аңырадым. Өкіргенде таутырды күңіреніп, сондағы кей қазіргі аруағым. Қауым келіп, қаумалап алып кеткен, қап-қараңғы дүние жарық кеткен. Көзің нұрсыз дейсің сен, сонда менің жанарымның жартысы ағып кеткен. Ақиық ақын, артына айрықша өшпейтін із қалдырған. Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын білу, Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері мен әндері әсемдік пен елжандылыққа тәрбиелеп, поэзия әлемінің сырын ұғындырады. Жыл керуені алға жылжыған сайын Мұқағали Мақатаевтың артына қалдырған өшпес мұрасы. Жарық жұлдыздай қараңғы түн қойнауынан құпия сәулесін шашқандай жарқырайды. Абай үндес Мұқағалидай перзенті бар біздің халық шынымен де бақытты. Иә, Мұқағали ғажайып сыршыл ақын. Оның өлеңдерін оқыған сайын ақиқат бейнелі рух, сезім мен сананың бірлігі көңілге ұялайды. Аламан бәйгеде оза шауып, өлең жырда шашасына шаң жұқтырмаған ерен жүйрік, талантты тұлға, Мұқағали ақынның өмір жолы әрі алуан. Олай болса, қыран тағдырлы ақын Мұқағали Мақатаевтың өмір жолынан деректерге назар аударайық. Ақиық ақын 1931 жылдың 9 ақпанында Алматы облысы, қазіргі Райымбек ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағалидың әкесі Сүлеймен шаруа адамы болған. Бастауыш сыныпты Қарасазда оқып, орта мектепті Нарынқолда интернатта оқып бітіреді. Мектепте оқып жүрген кезде ең алғашқы өлеңдерін бастаған болатын.
1948 жылы орта мектепті бітірісімен мәдени ағарту саласында түрлі қызметкер атқарды. Мектепте әдебиет пәнінен сабақ берді. Аудандық газетте әдеби қызметкер болып істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдері институтын неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып, және Мәскеудегі Горький атындағы әлем әдебиет институтында білім алады. Мұнан соң қазіргі Егемен Қазақстан газетінің мәдениет және тұрмыс жұлдыз журналдарының редакциясында Қазақстан жазушылар одағында қызмет атқарады. Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтарлы шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. Көзінің тірісінде жариялап үлгерген жыр жинақтары Ильич, армысыңдар достар, қарлығашым келдің бе, Мавр, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің. Ән, айтатын саған сырым бұл, орындайтын Анешев Қуаныш, Жапсарбаева Гүлшат. Айтатын саған сырым бұл, ертеңі менің болыңғыр, әсіреп дымың құрып жүр, адасы менің қолың жүр. Айтатын саған сырым бұл, бастаудың мұздай суымен, жоқ бола кетсең жуындар, өртенген жанды суындар. Ерте келіп, ерте кеттің, жарамды таусып төгеріп, кетем бейдем, қорқамын көз отыма өртеніп. Бұлақтың мұздай суымен жуындар мені, жуындар, қауышып жанның жырымен, алайын сосын таңыммен. Ерте келіп, ерте кеттің, жарамды таусып төгеріп, кетем бейдем, қорқамын көз отыма өртеніп. Ерте кеттің, жарамды таусып төгеріп, кетем бейдем, қорқамын өз отыма өртеніп. Ерте келіп, ерте кеттің, жарамды таусып төгеріп, кетем бейдем,
қазақ 11-ші класс оқушылары. Жігіттер мақтан балық. Бөрікті аспан қатып аттан салып, жігіттер мақтан балық. Қашаннан қазақ деген сыр мінезді, мақтаусыз да мақтансыз жаттан халық. Сабырмен сықпа қалып дәуірлерден, сабырын саралтыннан тәуір көрген, қазаққа мақтансын деп жер бермеген, жерінің кендігіндей сабыр берген. Иықтасып тұрсын деп елдерменен, қазаққа молшылықты кем бермеген. Алайда ата-баба мақтануды әлімсақтан бері қарай жөн көрмеген. Дәулет шалқып, ырысы асқанында қақысы бар қазақтың мақтануға. Дарақы боп қазағым кетпесін деп, сабыр тұр күзетіп ар жағында. Іргелі қазақ болдық сақтар қалып, құс мендік темір қанат аттар қалып, әйтсе де мақтан балық. Шыда тағы. Мұна өмір шыдамдыны ұнатады, үміттің құлан ие құлатаңы. Әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме өміріңе. Өмір болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге. Қайта тұрып, қақым бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой, шыдай түс дамылдағын. Еуктардың тәсілін қабылдағын, басқасына басырып табынбағын. Шыдай түс тағы шыда, тауқылатқан тасқынның ағысына. Кір жуытпай кіршіксіз намысыңа, қарысуға болады ауысуға. Емханада өкінішті, мына құрғыр сырқаттың беті күшті. Жүрегім көтеріс жасап жатыр, бұзбақ болып кеудемде бекіністі. Өкінішті, о жүрек, менің алтын қазағым-ау, қайтейін байқұсым қажыдың-ау. Қытықтаған бауырдың назымын-ау, қайтейін байқұсым қажыдың-ау. Не істемекпін, жаным-ау, саған шипа істемекпін. Жаралғанда бүтінем үш бөлекпін. Жүрегім Африка, бауырым Кипр, миым мұзды мұхиттай, не істемекпін. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс жер. Анау жерде құрбылармен алысқам, анау жерде құрбы жанмен табысқам. Ақша бұлттар, алба-жұлба жарысқан, таулар әне ұйықтап кеткен данышпан. Жолдар анау шұбатылып шаңышқан, таныс өлке, таныс аймақ, таныс жер. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар, анау жерде сәби болып Олай болса, Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан көріністі тамашалаңыздар. Аққулар оралғанда, айдың көлдің иесі жол алғанда, жетісіп бір жетім көл қалушы еді-ау, тынушы еді-ау, теңселген қар орманда, таянғанда аққулар қонарманға, басушы еді-ау байызын бар арманда. Қанатынан аққудың балапандап, әні шатын сымпылдап таң атарда, сүйінші бер дегендей бір толықсып сыбырлайтын жетім көл Алатауға, тына қалып бұлбұлда жағаталда, қарайтұғын айдынға Ақтауға. Сондай тұғын, аққулар сондай тұғын, асығысты оларда болмай тұғын, көмағай көп құтандар секілденіп, жалып беріп жағаға кеп бомбай тұғын. Сондай тұғын, аққулар сондай тұғын, ақ мүсін айдынға кеп орнай тұғын. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр еденде қалжыраған, түнгізетіп анотыр қос шынары, шарасыздан шаршаған жаудыраған. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының анотыр күйін бағып, қайдағы бір қатыгез тұрқай ойлар, миын қарып барады, миын қарып. Мана күндіз тәуіп шал не деп кетті, әлде өтірік әлде шын демеп кетті. Аққу менен баланы аластаңдар, деді дағы жәймен жөнеп кетті. Тұрсаңшы, таяу қалды таң атуға, неткер жансың санасы жаратылған,
манағы тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатыңнан? Жетім көлге барып қайт таң жамылып, таң атқанша қалайда тауға ілік. Біреулерді көзіне түсіп қалып, дүрліктірме жұртыңды салма білік. Кім білсін, мүмкін бәрі жалған үміт. Апырай, қалай барам, оғатам қасиетке қалай ғана. Өрген мал, өскен ағаш абайлаған, барлығы қасиетке қарайлаған. Оғатам қасиетке қалай ғана, бармаймын, баралмаймын, қалай барам. Жалғыз ұлдан артық па, жалған бәрі. Бала білсе бақыттың керегіне, топан су басып кетсін қалғандарын. Перзент сұрап несіне армандадың? Құрысын, онсыз сенің жанған бағын. Мылтықта кел, атты ертте жалған бәрі. Аққулар, аққу мойын сүмбе қанат, алаңсыз тарануда күнге қарап, айдынның еркелері білмей тұрмын, етермін тағдырыңды кімге манап. Мерген отыр, жағада ақша бұл, жаулығыңмен оларды жасыр барып, баспағайды шыршаның қалқасынан, қаруынан қолында қансасыған. Менен өткен құлынымның қасынан неге кеткем? Ошақ қасы, отбасы білмеппін ғой. Дүние-ау, сен осындай кереметпен. Шошымай, шолжаң өскен батырларың, ана тұрған шыршаға жақындады. Көзі тұнған бейбағың тобақ қоға, білмей қалды, мылтықтың атылған. Көздің алды, көкті түн ақыл жарым, білмей отыр жаңағы тыныштықтың, сүт ұйыған тегешін сапырған. Тау жаңғырдып тамаша құстың әні, қош айтысып көлменен ұшты бәрі. Көл бетінде көлбеңдеп жаралап қол, ұша алмайды, ұшпақ боп күш қылады. Ей, кімсің, тірісің бе, жаның бар ма? Аққуды неге атасың, арың бар ма? Тастағын қаруыңды келгін бер, кеудеңде жаның бар да. Ей, балам, болмады ғой, қасиет кетті, көлден сорлады ғой. Тәуіптің айтқанның бәрі өтірік, атқа мін, ауылға бар, олжаны қой. Өңбе, түспе, әйтеуір таласуда, өліменен тірінің арасында, отырғандай жетім көл жағасында, аққу жатыр көзінің шарасында, аунап түсіп атынан үйіне енді, есіне алып ерінде баласында, өліп жатқан ұлына қарасында, қарсынана жетім көл жағасында. Өліменен тірінің арасында. Мұны жатқан жетім көл, мұны аққуды өз қолыммен өлтірдім, аттым жаңа. Жоқ, мен емес, мен атпадым. Кешіре гөр жаратқаным. Қазір ботам, мінеки таң атады. Қазір ботам, аққумен аластаймын. Жазыласың, құлыным, балапаным, жазыласың. Қасиет, о қасиет, осындай емен, сорымның қалыңдығы шашымдай емен. О қасиет, қасиеттер ұшып кетті. О қасиет, қасымдағы досымдай емен. Қасиет, қасірет, қасірет, қасиет. Орнында екен жетім көл жоғалмапты, ортаймапты немесе толалмапты. Жағалауын жойыпты жасыл жалбыз, сол кеткеннен аққулар оралмапты. Енді ақынды еске ала отырып, кезекті оның өлеңдеріне берейік. Туған жерге, елге, халқына, отанына, ана тіліне деген махаббат сезімі ақын ретінде оның басты тақырыбы еді. Ол өзінің ұлтын, туған тілін ерекше құрметтеді.
поэзия менімен негізбедің деп ақын өзі жырлағандай. Мұқағали Мақатаев өлең жазып қана қоймай, өз өлеңдерін шебер оқи алған ақын. Ол біраз уақыт қазақ радиосында диктор болып та қызмет етеді. Оның дауыс ерекшелігін, оқу мәнерін қазақтың левитаны атанған Әнуарбек Байжанбаев жоғары бағалап өз қол астына алады. Сахнада өнер көрсететін 11 класс оқушылары. Майгүліме, ол өмірге келгенде көктемеді, жер гүлін көктен ұрын төккен еді. Саялатып сал-самал өпкен еді, сол өмірге несіне өкпеледі. Сол өмірге несіне өкпеледі, ал өмір оны сыртқа теппемеді. Қайғырмаймын, жырым ғой жазылмаған, күрсінткені болмаса текке мені. Күрсіндіріп кетті ғой текке мені, қойшы тәйірі осынау ит өмірге, текке келіп адамдар тек көледі. Де алмаймын, ол өмірге өкпеледі. Жер астына жем керек түзден кейде, жүздер өтіп өмірден жүз келмей ме? Қойшы тәйірі даланың раушаны, көктемде өсіп осылай күзделмей ме? Түсімде енді апар қызым бүгін. Қызым бүгін жылынған қызыл гүлім. Бақшамдағы балбырап пісіп тұрған, үзіп кетті апырай жүзімді кім. Түсімде қызым мені шақырады, өзеннің ар жағында отыр әні. Ғафу балам, ғафу ет, бара алмаймын, мен деген жер бетінің ақымағы. Мен деген жер бетінің ақымағы, алдымда асқар асу жатыр әлі. Сабыр балам, қай жаққа қашар дейсің, сені жапқан қара жер топырағы. Дей көрме әзір маған жаныма кел, тағдырдың дегеніне бағына бер, түбінде бір жол бізді табыстырар, қайтейін сағына бер, сағына бер. Ей өмір, дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қауылдап аласында. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желгесін түсесің қарасуға. Құйын қуған қамбақтай аласыра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересінде жоқ оған аласында. Мен тастап толқындар ағасын ба, толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығар ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйынмаған, ей өмір сыйынмаған, сыйыңды алам мен сенің бұйырмаған. Жастық, ойлайыншы, не берді жастық маған? Үйреттеп асау берді бастық маған. Жастық маған оқ берді жалындат деп, жастық маған от берді жауыңдат деп. Жастық менің жаныма жыр байлады, жастық мені жалтарта шыңғайдады. Жастық мені шыңдады, шынықтырды, жастық шіркін өмірді шынықтырды. Ризамын жастыққа тек өтпеді, әзір тұр гүлбағымды көктеткелі. Жастық маған ақыл ой сана берді, амал не жастық өзі қалады енді. Айтылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді деуі мүмкін, бүтін делмей кеткен бір ер тұрманы. Иә, ақын туралы бүгінгі таңда естеліктер де жазылып, лебіздер айтылуда. Мұқағали Мақатаев туралы көбірек білгіміз келсе, оның өлеңдерін оқиық. Сіздердің алдарыңызда 8 класс оқушылары. Мұқағали Мақатаев арман. Айтпашы, айтпасаң да білемін деп күлемін ренжімен. Білемін деп күлемін ренжімен. Мұқағали Мақатаев жоқ дәрігер. Жүрегіме жүгартып жүргеніңге, қажыдың ба байғұсын білмедің бе? Шайпау тиіп шаршатып кім көрінген, уландың ба білмеймін кірледің бе? Бәр ақиқат бір дерттің жүрегімде. Бәр ақиқат бір дерттің жүрегімде, дәрігер-ау арқалап жүремін бе? Сорлайтындай соншама кім едім мен, неге атасың сағыныш іргегіңнен?
келемін ренжімен. Әзірге көзімде ашық, көңілімде ашық. Жыланды ажыратам жылуыңдыден. Мүмкін қақым баршар мақтануға, алайда асып-тасып ақтарылма. Кімдер болып ал кімдер болмай жатыр, аумалы да төкпелі шақтамна. Бақытты бол, жұлдызын жанған шығар. Әзірге күн емес қой арман тынар. Бір арманның беліне мінгеніңмен, бір арманың бұлақтап балдан шығар. Адам сірә арманды місеткен бе? Армандай армансыз күн өткен бе? Ақын жүрегі сезімтал ғой. Ол өз замандастары мен кейінгі ұрпағының өзінің өлеңдерімен бірге есіне алып жүрерін алдын ала сезгендей. Ән «Есіңе мені алғайсың» орындайтын Абдуалиева Аружан. Құрметті кеш тыңдармандары, араларыңыздан Мұқағали өлеңін оқимын дейтін жыр сүйер жандар болса сахнаға шақырамыз. Мен 5 класс оқушысы Серғали Ержанмын. Мұқағали Мақатаевтың өмір жайлы өлеңі. Өмір жайлы сұрай берме сен менен, өмірді мен әлі зерттеп көрмеп ем.
Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, қан майданнан жалғыз ұлы келмеген, жесір келін бір нәресте көрмеген, жетім шалды бала орнына тербеген. Өмір жайлы не түсінем мен деген, өмір жайлы сұрай бермесем менен. Өмір жайлы білгің келсе қартқа бар, өмірінен кегі кеткел өлмеген. Жалған айып таңданғанда көлденең, ақиқаттың аппақ туын бермеген. Содан сұра өмірді, нені көрді, нені сезді, не білді? Неге ақылды ақымақтан жеңілді? Біреу жылап, біреу неге көңілді? Содан сұра өмірді. Мен Сапа Исет Қасов. Мен Сапа Исет 5А класс оқушысымын. Өлең керек. Сая болып жаныңа емен терек. Жетер енді жатқаның көлеңкелеп. Өгейсінбей өзі боп қалу үшін өнер керек ұрпаққа, өлең керек. Есіңдеме түндерің көзілмеген, кезуде ойын өмірді кезуде өлең. Арға тасы адамның сезім болса, адам емес сезімді сезінбеген. Арға тасы ақынның жырдан туған, жыр жолында жанында қылған құрбан. Жырлар тоңған хандардың сарайында, жыр айтылған есікте құлдар тұрған. Екінші А класс оқушысы Амангелдина Айша, Мұқағали Мақтаев Сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымызда кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншығы құлыншағы. Екі жансыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, ал жыланға санадық ананымыз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да назарын аудармады. Сөзге таппақ болып ек естімеді, адам қалай опынай ескіреді. Жастара жамандық жоқ көңіліңізде, мына отырған ана кім көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырғандар, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кен, 23 жыл сарғайып құр үмітпен, 23 жыл сарғайып құр үмітпен. Сәби ана сапардан ұлын күткен, сұрапылдан сәби оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ судан қапты. Мен Төлеу Еркинас 3-ші Б сынып оқушысы. Мұқағали Мақатаев отан. Отан, сен болмасаң не етерем? Мәңгілікке бақытсыз болып өтерем. Өмірден бұл өксу менен кетерем. Құс ұясыз, шыртқыш үнсіз болмайды. Отансыз жан өмірінде оңбайды. Өзін өзі қоллайды да сорлайды. Тірі адамға сол қайғы. Күн көреді әкесіз де анасыз. Өмір сүрер әйелсіз де баласыз. Ал отансыз, нағыз сорлы панасыз. Білесің бе, отанның сен не екенін? Екі өмір жоқ, әрине жоқ, екі өлім, екі отан жоқ, жалғыз отан мекенін. Өлең өнер, өлең дерт, оны туа біткен дәрін иесі, шын талант қана өмірге әкеледі. Ақын әкелген әрбір сөз жүректерге ән болып, әуен болып жетіп жатады. Оның өнері таңғы шықтай мөлдір, сырлы әуенді. Тыңдап жүрген жанымызға жақын әндердің көбінің сөзін Мұқағали Мақатаев ағамыз жазғанын біле де бермейміз. Кезекті әсем әнге берейік. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Табыл Досымовтың әні.
Айтылмаған мұқаңда арман барма, әрбір әні толы ғой армандарға, шерте білген мұңдарын жас қайынға, дәл мұқандай қазақта ақын барма. Деп бүкіл саналы өмірінде елінің болашағын жырлап өткен, халқына деген махаббатын поэзияда ғана емес, өмірде де, күресте де, үлкен азаматтықпен қорғай білген Мұқағали Мақатаев мұралары ешқашан өлмек емес. Және оны жаттап өту біздің парызымыз. Жылдар тізіліп өткен сайын Мұқағали ақынның бейнесі тұлғалана, биіктей түседі. Оның рухани қазынасын ұлт елігіне асыратын 21 ғасырдың жастары біздерміз. Ғасыр ақыны атанған Мұқағали жырлары жылдан жылға, ғасырдан ғасырға жалғаса бермек. Мұқағали мәңгілік өмір. Міне, кешке қатысқан тыңдармандар, Мұқағалидың сырлы, әуенді, мұңды жырларына қанық болдыңыздар деп ойлаймын. Бүгінгі кешіміз осымен аяқталды.